Менің YouTube'дағы видеоларымды таңның кешке дейін сағаттап көріп, бір-бірімен жалғап, кінәрат тауып отырған тексіздер. Ағайындар бойкот жариялап мына біреуді құртайықшы ана. Өз сөзіне фильтр жасай алмайтын мынандай адамдар депутаттық мандатқа лайық емес. Кім қолдайды, комментария жазып, қажет болса бір видеодан түсіріңдер, бойкот орнынан кетсін. Оның орнына Ырысбек Сәрсенбаев ағамызды отырғызайық. Ардақ, сені бір 4-5 адам емес қой мазақ қылып отқан, тексіз деп айтатын. Бүкіл халыққа мазақ болдың ба, бүкіл халыққа. Сонда халықты тексіз деп отырсың ба сонда? Мазақ болғанда сен өз-өзіңді мазақ қылдың. Айтпесе, баяғыдан қаншама әңгіме айтып келе жатсың ғой, ешкім ештеңе деп отқан жоқ қой. Парламентте анаңды құттықтап, мазақ болған өзің ғой, содан кейін кеттің ғой мазақ болып. Бүкіл халықты тексіз деп отырсың ба? Мен Ардақ айтайын, тексіз кім екенін. Елдің мұңын мұңдайтын, мінберге барып отырып, елдің қамын ойламай, қу басының қамын ойлап, анасын құттықтап отырған адам тексіздің тексізді. Тексіз деген осындай болады. Ағайындар, 1 мамыр бірлік күні құтты болсын. Барша қазақстандықтарды бірлік күнімен құттықтаймын. Жұдырықтай жұмылып, бірлігіміз берік болып жүре берейік. Беттен алып төске шауып, арқадан қағып, аяқтан шалып, тұсынан түтіп жеп, талап, бір-бірінің етін жеп жатқан заманда бірлік туралы айтудың өзі қиын екен. Дегенмен де басымыз аман, бейбітшілік заман, бірлігіміз берік болсын. Мереке құтты болсын. Үйсіз күйсіз жүре береміз ба дейді. Жылайсың дағы күлесің, күніңді солай көресің. Назарбаев бастап, Тоқаев қоштаған жүйе тірі тұрса, өлгенше үйсіз жүресің. Ойымды ма вообще? Елтаңбағын қоқыстан тауып, соны жуып сүртіп, өзін үйіне іліп қойып, 4 жылдан кейін айыппұлды арқалған кеше Даниярмен хабарласқам. Бұл обращение құрметті премьер-министр мырза Олжас Абайұлы, сізге өтініш Ақсу ауданы бойынша әкімі және зам әкімін қатаң түрде жазалауды сұраймын, вплоть до увольнения, за халатное отношение к государственным символу. Неге? Себебі олар өзінің стандарт бойынша правилаға 6 пунктқа сәйкес сжигание дейміз, өртеу керек еді. Оны драйвить етіп, майдалау керек еді. 2,5 сантиметрге дейін төмендетіп, көлемін азайтып тастау керек еді. Неге соны комиссия құрып, соның барлығын өздері жасамаған? Міндет түрде Жетісу облысы бойынша әкімшілік, әкім мырзаға да қатысты осыны бақылауға алуыңыз керек еді. Егер де бұл хабарды егер білген болсаңыз, соны міндет түрде өзіңіз қолға алып, жоқ қылып тастау керек еді. Ал енді Даниярға штраф салып отыр. Бұл әкімшілікке міндет түрде штраф салу керек. 10 есе көбейтіп салу керек. Неге? Себебі сот жүйесіне сенен біздің әділет Қазақстанда жоғары сотты да міндет түрде белгілеп кетем. Әкімшілікте қатаң түрде жазалау керек. Оларға да айыппұлды салып, зам әкімі бар, кім тікелей осыған жауапты, әкім ба, барлығын жұмыстан шығарып жіберіңіздер. Жетісу облысында ұлттық рәмізді, елтаңбаны мусорға жатқан жеріне сүртіп, тазалап, ілік қойған адамды төріне ілік қойған. Сарайына емес, қораға емес, төріне ілік қойған адамды 260 мың теңге штраф салыпты. Молодец, жарайды, заң жүзінде жүреді. Соны мусорға тастаған әкімді, әкімнің замын, жалпы сол кездегі акиматта жұмыс істеген адамдардың барлығын алыңдар, соттаңдар. Қорлады ғой ұлттық рәмізді. Мусорға тастап отыр ғой, аяқ асты етіп отыр ғой. Мусорда жатқан затты әкеп төріне ілік қойған адамды штраф салып отсыңдар, 260 енді ананың жазасы қалау керек. Сотталу керек ол. 2,5 сантиметрлік деңгейге дейін кішірейтіп, оны бөлшектеу керек. Сосын өртеу керек. Ол просто так мусорға лақтырып салатын нәрсе емес. Ұлттық рәміз деген оның өзінің бір сый құрметі болатын нәрсе. Олар сыйламаса, олар өздерінің жұмысына жауапкершілікпен қарай алмаса, далада жатқан нәрсені алып, мүмкін білместікпен істеген шығар. Менде болса, бұл далада бір жаңағы ұлттық рәміз туып жатса, немесе жаңағы елтаңба жататын болса, әкеп іліп қоятын едім бір жерге келіп. Енді бұдан кейін жақындамайсың ондайды көріп жатсаң да. Таңғаламын. Әділдік болсын, талап етеміз. Жетісудағы сол именно сол жердегі акиматта жұмыс істеген адамдар сотталсын. Талап етеміз соны. Биыл Қазақстанда көт жылы болды, жылқы жылы емес. Тамаданың тараған видеосынан бастап Дархан Жолшыбековтың әпшуінен аяқталып жатыр. Оның арасында неше түрлі стоматологтардың видеосы бар тарап кеткен. Жалпы біздің Қазақта соңғы осы 2-3 жылда көттен басқа әңгіме айтпаймыз. Телеканалды қоссақ та сол, Инстаграмды ашсақ та сол, Ютубты ашсақ та сол,
төсек жайлы, көт жайлы, секс жайлы бірін көтін аңдыған қазақтар әйтеуір тарап кеткен видеолар. Иә, сондықтан да осы жыл мен Қазақстанда көт жылы қып жариялаймын. Жылқы жылы емес. Иә. Бұл әрине бір жағынан күлкім келеді осындай әңгімеге, яғни бұл нағыз шындық күлкілі болады дейді. Мен шындық айтып күліп отырмын да истерикадан ше. Шынымен де сондай ғой. Басқа мәселе қызық емес бізде қазір. Неше түрлі мәселе болып отыр Қазақстанда, бірақ бізге ең главный көт жайлы айту, секс жайлы айту. Сол кезде ғана құлағымыздың құрышы қанып, көзіміздің мынау нәпсісі қанады екен. Мен соған көзім жетті. Басқа ештеңе қызық емес бізге халқым. Мен қазір не айтсаңыздар да, менікі дәл қазір дұрыс, өтірік емес. Любой комментарий видеоға кіріп қалсаң соны айтады. Даже сол секс пен төсекке қатысы жоқ бір видео комментариясына кіріп қалсаң, анау айдаладағы біреудің тарап кеткен видеосы жайлы сол жерде айтып жатады ғой. Прикинь, осындай дәрежеге жеттік қой біз. Хан тамада дейді, анара дейді, асыл хан дейді, тағы кім дейді, құдай-ау, қазір жаңағы интимдік видеолар тарап кетті ғой желіге. Бұлардың схемасын мен примерно түсінген сияқтымын ше. Ол жеке менің өзім ойым, просто ойым, ешқандай не емес. Мысалға жаңағындай видео түсіреді дағы, сосын өтіріктен тарап кетті қылады. Телеграм каналдардан телеграмнан каналдар ашады, сөйтеді админдар отырып қояды, сосын жаңағындай новости таратады да былай, ойбай мынандай тарап кетті деп. И жаңа астында жаңа телеграм админдары отырады, менде бар деп, жекеме шығады, жекесіне шығады, сосын оны телеграмға өткізеді, телеграмдан сатады 2000 теңге, 5000 теңгеден, сөйтіп бизнес дейді да, бизнес. Бәрі ойластырылғанда бұл нәрсенің бәрі. Біздің сол аңқау қазақ, сол баяғы. Сатып алып жатқандар бар осыны бар ғой, мен вообще түсінбеймін, мен бар ғой. 5000 теңгеге сатып алып жатқандар бар. Енді өзің ойлап қараш, мысалы үшінге 100 000 адамға сатса 5000 теңгеден. Ол үлкен ақша, былай қарап тұрсаң. Енді бұны біздің жастарымыз осыны табыс көзі, жеңіл табыс көзі ретінде қарап отыр. Бұл мәселе өте ауыр мәселе, күрделі мәселе. Бұны бір нәрсе қылып реттемесе болмайды бұл. Қазір жігіт пен қыз айырылысса бітті, жігіттер өздерінің берген сыйлықтарын артқа қайтаруды кәдімгідей тренд жасап, мақтаныш көріп алған ғой. Мен саған білесің ба, мына кезде парфюм бергем, мына кезде гүл бергем, соның бәрі маған артқа қайтар дейді. Ондайларың болса, онда сол қызын сіздерге берген махаббаты мен уақытын артқа қайтарып беріңдер. Қайтара алмайсыңдар ма, көттерін қысыңдар. Әлде сөйтіп сұрайсыңдар ма, бір жерлерін кесіп саңдар да үйде отырыңдар. Өйткені бұл өте төмен нәрсе. Қалайша, одан ертең тұрасыңдар да біздің қазақтың жігіттері жайлы аңдай айтып жатыр, мындай айтып жатыр деп ренжисіңдер. Әрине біздің жігіттер өстіп сол қызға деген кезіндегі махаббат үшін берген сыйлықтарды артқа сұрайтын болса, әрине біз жайлы өте төмен әңгімелер айтады. Бұндай әңгімені қою керек жігіттер. Яғни барлықтарың ондай емессіңдер. Бірақ та мен көп телеграмда, инстаграмда, тиктокта байқаймын. До того мынау жігіттің ең соңғы сатысы ғой ол. Қатын құсап қызбен салғыласып берген сыйлықтарын артқа қайтару деген. Содан кейін шығатын сияқты, ана мамынькин сыночкалар бар ғой, содан кейін шығады. Мен көбісі келіседі деп ойлаймын. Сондықтан да бұндай әдетке айналдырмаңдар. Солай айтайыншы. Дәл солай жігіттер. Әрине барлықтарың емес, бірақ араларында бар осындайлар.